Алло, саламатсыз ба? Иә, мен кешегі сіздердің үйлеріңізге барған Гүлмарал апаймын ғой. 21-ші мектепші жаңадан ашылған жекеменшік мектеп. Иә, сол жерге қыздарыңызды айына небәрі 80 мың теңгеден төлеп отырасыздар. Зато сіздерде қараңызшы, 5 түрлі үйірмеге қатысасыздар. Жүзу бар, каратесі бар, робототехникасы бар. Одан бөлек мұғалімдер бізде, шетелден келген мұғалімдер. Иә, бүгін келе ма? Иә, мен бастауыш сыныбында ғой, 1-ші сыныпқа. Кетті ма? Болды, мен қазір күтіп алам. Әне, келе жатыр, ана жерде екеуі келе жатыр, соғысы байдың қыздары өтем. Барып көрейінші қой. Кіре беріңіздер. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Ой, мына оқушылар апаймен амандаспай ма? Не деген оқушылар бұлар өзі? Саламатсыңдар ма? Саламатсыздар. Мектебіміз осы 21-ші мектеп, жекеменшік мектебі. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Ал, қыздар, таныса отырайық. Мен сіздердің сынып жетекшілеріңіз боламын. Сұрақтарыңыз болса, маған қоя беріңіздер. Есіміңіз кім болады сіздің? Еркеназ. Еркеназ, қандай әдемі? Атыңыз сіздікі кім? Арунаш. Аруназ ба есіміңіз? Сіздер негізінде басқа мектепке барған едіңіздер, сосын осы мектепке ауысып келдіңіздер, иә? Иә. Қалай жалпы мектеп сіздерге ұнап жатыр ма? Не үшін? Жаңа мектеп, қыздар, білесіздер ма? Бұл жерде, егерде мысалы сіздер жақсы оқитын болсаңыздар, ертең кез келген халықаралық мектептерге грантқа түсе аласыздар. Енді қыздар, қараңыздар, сіздерге келгендеріңіз үшін біздің сыйлығымыз бар. Сіздерге сыйлықтарымыз мектептің атынан тәтті бокс, сосын принцесса Мания деген орталық бар ғой, сол орталыққа сертификат бір күнге барып қыдырып қайтасыздар. Және де осындай кішігірім сыйлығымыз бар. Так, сізге мына бір ойыншық, сізге мына бір ойыншық. Ұнамады ма не? Бұларды қалай көндірем енді? Жарайды, олай болса сабағымызды бастайық, бірге тіл табысып кетеміз деген үміттемін, қыздар. Дәптерлеріңізді ала беріңіздер. Еркеназның мектепші ұнады ба? Жоқ, ұнамады. Мен өзім мектебіне кеттім деп жатыр. Еркеназ, енді не істейміз? Мен де мектебіме кеткім деп жатыр. Оған пранк жасау керек қой, содан кейін бізді қуып жүреді. Сонда өзіміздің мектебімізге бара береміз. Жарайды онда. Қыздар, әңгімелеспейміз, сабағымызды бастаймыз. Давайте. Мынау не сізде? Блокнотыңыз ба? Иә. Ана мектепте жазғандарыңыз ба? Иә, қанша. Не деген жазулар мыналар? Не суреттеріңіз ба? Сізше сіз не жазғансыз өзі? Бір домалақ жазып қойыпсыз, иә? Жарайды, олай болса, қыздар. Қыздар, айтпақшы, бос уақыттарында не істейсіңдер? Уақыттарымызға сурет саламыз. Телефон көреміз. Күшті екенсіздер ғой. Қалай болсын осы қыздардан айырылып қалмау керек. Өйткені жақсы төлейді мектепке, иә. Так, сабағымыз бастаймыз, иә, қыздар? Бастаймыз. Менде бір идея бар. Анау апайды қуып жүреміз, содан кейін өзіміздің мектебімізге бара береміз. Иә. Қыздар, мынаны кім істеді? Біз емес. Мынаны кім жазып тастады менің әп-әдемі дәптерімнің сыртына, қыздар? Жынданбау керек. Атаулар қорқып қашып кетеді. Қыздар, кімнің өнері мына өзі, Жарайды, күшті, дәл осы күйінде. Не қыла беріңдер, жалғастыра беріңдер. Сосыншы, қыздар, что-то барға? Кім үйінен чеснок жеп келді өзі? Что маған чеснок аллергиям бар еді? Кім жеп келді өзі, қыздар? Мен емес. Арқа, сен жеп келдің ба? Жоқ. Бір минут, қыздар, мен қазір келем, жарай ма? Күнде чеснок жеп келгеніміз күшті болды ғой. Оны кім жеп келді? Мен ғой. Онда күнде жеп келетін болдық қой. Күшті болды. Арнас күнде шашынақ жесек, апай бізді сабақтан қуып жүреді, кейін өзіміздің мектебімізге барып, өзіміз сол апайдың айтқанын тыңдап отырамыз. Мақұл ма?
Мақыл. Ойбай. Қайсысын чеснок жеп келгенсіңдер? Точно жемедіңдер ма чеснокты? Қыздар, мынау болмайды шы. Еркеназ өтініш, маған су әкеліп бересің бе? Аха, қазір. Қазір мен сені қатырам. Апай ішінесіне. Ана қара қыз көресің. Ой, рахмет саған. Не іші бұд өзі? Істейміз. Чесноктан кейін ше бір түрлі болдым ше. Рахмет. Дұрысталдың ғой. Мына дәптерім сырты обалай. Сонша жұмысым бар еді ішінде ше. Ауыстыруға тұру керек. Жарайды. Оқушылар үшін. Не істемейсің оқушылар үшін? Ойбай. Мына что-то аллергиям бар ғой. Қолдарым қышты жатыр ше. Мына чесноктан бұндай шлей бұлай аллергия беріп етеді. Не болып кетті қолдарым бар бүдір-бүдір болып. Қызарып жатыр ше. Еркенасың суға ештеңе қоспадыңдар ма өзі? Қолдарым бәрі қышып жатыр. Әшім су құйдық болды. Ой, беттерім де қызарып жатыр. Сабақты жалғастырамыз ба олай болса? Иә, жалғастыра берейік. Ой, жарайды олай болса жалғастырайық. Не өтіп жатқан еді? Сенде сабаққа келгенде не өтіп жатқанымызды да білмей қалдым ғой. Давай жалғастырайық олай болса. Қыздар, мен қазір мынау арт жақтағы бар ғой, демалыс бөлмесі бар ғой, сол жерге кіріп, мұғалімдермен бір келісіп келейін, иә? Сіздер отыра тұрыңыздар жарай ма? Ешқайда кетіп қалмаңыздар, тағы да сабақта кетіп қалмайтын жүрсіздер. Давайте мен қазір келейін. Давай енді пранкіміз бастайық. Иә. Қазір. Солай түс бірінші кеттік. Кел. На камера. На жерде тұра тұршы. Кім жауып қойды да есікті? Ашсаңдаршы. Мыналар қуама өзі. Ашыңдар. Мына балдар мені жынды қылатын болды шы. Бұлай мұғалім болмай-ақ қойдым. Кім жауып қойды? Ашыңдар. Сабақ бітіп қалатын болды ғой, мен қашанға тұрамын мына жерде? Қанша уақыт болды тұрғаныма? Ашпа, үндемей тұр. Мақылма, Ашпа. Шаршап кеттім ғой. Ашпай тұрайық. Нас тынышталып қалған сияқты ғой, кеттік. Үйімізге қашайық. Мына қыздар деген сабақты да мынау не дәрі? Бұның составында мына бір элемент бар екен, бұл маған аллергия туғызған осы екен ғой. Бұл, мен мынаны ше директорға звондап айтам, болмайды мынау деген, масқара ғой мынау деген. Келмей-ақ қойсыншы, басқа тегін оқытайықшы осыларды, платный деп өлетін болдық қой, денсаулығымыздан айырылатын болдық. Мына қыздар да сабақтан қашып кетіпті. Ана охранник айтып отыр жаңа, қыздарыңыз сабақтан қашып кетті деп. Не істеймін енді? Амал жоқ енді. Директорға звондап айтам. Болмайды мынау енді.